достар, сіздермен Автолай каналы. Бүгін біз Шымкент қаласындағы Жұман қадындағы автокөлік базарына шолу жасап өтетін боламыз. Достар, Автолай каналына тіркеліп, біздің каналдың одан әрі дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. ВАЗ 2115 Россиялық тіркеуде 2011 жылғы, бағасы 1 миллион 200 мың теңге. Мерседес автокөлігі 95 жылғы, 2.8, бағасы 2 миллион 900 мың. Audi 100 автокөлігі селедка 88 жылғы, 2.3, торг, бағасы 1 миллион 700 мың. ВАЗ 2107 семерка автокөлігі 2011 жылғы, бағасы 1 миллион 200. Россиялық тіркеуде автокөлік. Opel Astra автокөлігі 93 жылғы, 1.8, 1 миллион 350 мың теңге автомат коробка. ВАЗ 2114 2013, 1 миллион 650 мың. BMW пятерка 93 жылғы, 2.5, бағасы 1 миллион 800 мың теңге. Audi S4 91 жылғы, 2.8, бағасы 2 миллион 100 мың теңге. Toyota Camry 30 үлгі, 2002 жылғы, 2.4, 3 миллион 400 мың теңге. ВАЗ 2113 автокөлігі тренажка 2007 жылғы, бағасы 1 миллион теңге. ВАЗ 2115 пятнашка 2010 жылғы, бағасы 1 миллион 250 мың теңге. Российский учетта. Достар, біздің апта сайынғы еңбекті бағалап, Автолайк каналын құр қарап өтпей, астындағы подписация бөлімін басып, біздің каналға тіркеліп, біздің каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып кетсеңіздер. Toyota 20-ка 98 жылғы, шкуп, газ, бензин, бағасы 3 миллион. Автомат коробка. BMW пятерка 91 жылғы, 2 куб, ценасы 1 миллион 280 мың. Узкоморды. Datsun китайский автокөлік 2015 жылғы, бағасы 2,5 миллион. ВАЗ 21-090 Грант автокөлігі 2014 жылғы, люксеген 2 миллион 400 мың теңге бағасы. Volkswagen Golf универсал 94 жылғы, 1.8, бағасы 1 миллион 500 мың теңге. Телефон нөмірін қалдырмапты.
Nissan Tiana 3.5 объеммен 2007 жылғы бағасы 3 миллион 500 мың теңге. Volkswagen Bora автокөлігі 2004 жылғы 1.6 объеммен 2 миллион 750 мың. Автомат коробка. Дейва Матиз автокөлігі 2013 жылғы объем 8 1 миллион 600 мың теңге. Audi 80 93 жылғы 2 куб, бағасы 1 миллион 200 мың теңге. B4. Lada Largus 2013 жылғы 1.6 мотормен, бағасы 3 миллион 100 мың теңге. 7 орындық